Мұхтар Шаханов жігерлендіру. Сен жыладың жігітім, көп көріндіп тұрмыстың тапшылығын, қайтпайды деп жұртқа еткен жақсылығын. Сен жыладың, бір қат соқ алдым деп, бақытсыз болып қалдым деп. Жарар, өткен күн оралар ма? Қарау керек бауырым саған алға, басыңдағы бөрік пен орамалға. Көтергәне басыңды, қалай мұның? Мұз боп еріп кеткен бе бар айбының? Көтергәне басыңды, күнімді босқа өткізіп пе едің? Тағдырым неге сыр айтты саған? Өмірдің барлық сәтсіздіктерін бақытсыздық деп кім айтты саған? Кім айтты саған тұлпарды сөрмейді деп, асауды мінілмейді деп, ақ көйлек кірлемейді деп, қара ешкі мүжген ағаш қайтадан гүлдемейді деп, кім айтты саған жұрттың бәрі мейірбан арайлы деп, жұрттың бәрі шындықты қалайды деп, биікті ардақтайды асылды қорлатпайды деп, қиналып бекер алаңдадың ау, ойыңды шығар өріске, өзің-ақ айтшы ғаламда мынау жеңілдің бәрі жеңіс пе? Жігітке арманын жеткізіп берер, өз сорын өзі жеңбесе, өмірдегі барлық сәтсіздіктер бақытсыз емес қой, ендеше. Жаһандану рухсыздығы өз жеңісін тойлауда, содан қазір қаншама адам бейім ойлауға. Мен қай тілде еркін сөйлеп оқи алам, жаза алам, білім жұмысынан табылам, сол тіл менің өз анам. Бірақ қарсы тұжырым бар осы адасқан байламға, тіршілікте бір адамды шексіз сүю арқылы адамзатты тану әрі сүюге сен жол табасың. Жас едім өмірге еркін бойламаған, күні ертең не боларын ойламаған. Шарықтап кетсем де алыс қанат қағып, өзіңдей қамқор адам қайдамаған. Сүрінсем сынай қарап от жанарың, сен мені жақтамадың, ақтамадың. Әрдайым осы қатал мінезіңнен күш алып мақсатыма аттанамын. Жан әке шертіп сезім домбырасын, кеудеңді қуанышқа толтырасың. Арманның аспанына құлаш ұрсам, артында асқарда болып сен тұрасың. Бүгін міне мен де өзеннің арнасымын, кім өлдір болса соның жолдасымын. Қуан сен, қуана бер әкетайым, мен сенің өмірдің жалғасымын.